Rabbana atina fid dunya hasana wa fil ahireti hasana wa qina azabennar. Құдай тағала елімізден арақты алып салсын. Құдайым içkilikті алып салсын, арамды алып салсын, арам овқатты алып салсын. Құдайым сойқылықты алып салсын. Құдайым еліміздегі жалқаулық деген жауыш болған ен тамғауызды алып салсын. Құдай тағалам біздің ниетіміз, жүрегіміздегі жаман ниет, жаман пікірлердің барын алып салсын. Құдай тағалам біздің жүрегімізге бардық мұсылманға жақшылық қалағанды Құдайым нәсіп қылсын. Құдайым ұрлықты, зынақорлықты алып салсын. Құдайым біреуге зұлымдық қылғанды, байлығына, билігіне таянып, күшіне таянып, чоңдық қылғанды Құдайым бізден алып салсын. Барымыз мейірман болғанды, бірімізге үйімді болғанды, пайғамбарымыздың хидаят рушын жашағанды Құдай тағалам нәсіп қылсын. Құдай тағалам қарызы барларды қарыздарынан құтқарсын, ауырып жатқандарға шифа берсін. Өтіп кеткенде райым құшағын алсын, ажырашқандар жараштырсын, бойдақтарды үйлендірсін, күнөөгө түшүп жүргөндөр Құдайым күнөөдөн сактанганды өзү насип кылган болсун. Құдай тағалам саждаға баш тийген адам қалбасын, саждаға баш тийген адам қалбасын, саждаға баш тийген адам қалбасын, арақ ішкен адам қалбасын, зына кылган адам қалбасын, бардығы жакшылыкка жеткен Құдай насип кылган болсун. Карызы бар адам қалбасын, сүткорлугу бар адам қалбасын. Құдай тағалам лукмабызды адалдаганды, ошол арам банктардын бар адалга айланганда Құдай тағалам насип кылган болсун. Құдайым өзү ыраазы боло тургандай, өзү жакшы көрө тургандай, өзү макул көрө тургандай жашоого жеткенде, муамалатыбызда, муашаратыбызда, ибадатыбызда, тапкан тутканыбызда Кудайга жага турган болгонду Кудай таалам насип кылган болсун. Кудай таалам кыздарыбызды алыска кетиргенден сактасын. Кудай таалам кыздарыбызды шерменде кылбасын. Кыздарыбыздын абийирин бийик кылган болсун. Ошолор жиберген ата-энелер, балдар ушулардын бардыгына Кудай таалам иман хидаят берген болсун. Ошол жерде лөлдөн батыр селин чабат болуп, лөлүгө окшоп өзүн чабып аткан, машина менен сүзүп өлтүрүп аткан, токойго апарып кыйнап аткан өзүбүздүн жанагы жылаңач батырларга Кудай таалам ынсап берсин, ынсап берсин, ынсап берсин. Кудай таалам намазга түшө албай жүргөндөргө хидаят тавфик берген болсун. Намаз окуп алып туруп, намаз тургуза алып аткандарга Кудай таалам намаз тургузганды Кудайым насип кылган болсун. Биздин падышабыз баш болгон чоңдорубуздун бардыгына ынсаптуулук, имандуулук берип, Кудайым өзү ыраазы боло тургандай башкарганды, жетекчилик кылганды Кудай таалам насип